Великий мыслитель, выдающийся поэт и непревзойденный борец за процветание казахского народа Абай Кунанбаев стал основоположником классической литературы Казахстана. Творческое наследие литератора стало духовным достоянием нации и обогатило культуру казахского народа. Стихи Абая были написаны более 1,5 века назад, но не теряют своей значимости и актуальности в современном мире. В своих произведениях автор затрагивал различные аспекты жизни человека. В коротких, емких высказываниях скрыта великая мудрость непревзойденного мыслителя. Прозаические произведения Абая Кунанбаева за долгие годы не потеряли своей красоты и актуальности. Абай Кунанбаев поистине был великим человеком. Учение, наука, познание всего нового являлось неотъемлемой частью его жизни, и через свои произведения он призывал свой народ встать на этот путь. Сұр болт түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін, тойғаныма, тоңғаныма, жыл қойнап, бие қашқан, тай жарысқан. Жасыл шөп, бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес, жүгірмес бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш қурай. Біреу малма сапсиды салып иін, салбыраңқы тартыпты жыртық киім, енесіне ертіп шуда жібін, жас қатындар жыртылған жамай дүйін. Қаздырна қатарланып қайтса бермен, астында ақ шомшы жүр ол бір керуен. Қай ауылды көрсеңде жабыраңқы, күл койын көрінбейді сейіл серуен. Кемпір шал, құржан қағып бала бүрсең, көңілсіз қара суық қырда жүрсең. Кемік сүйек, сорпа су тимеген соң, үйде ит жоқ, тышқан аулап қайда көрсең. Күзеу тозған, оты жоқ елдің маңа, тұман болар жел соқса шаң тозаңа. От жақпаған үйінің сұры қашып, ыстан қорыққан қазақтың құрсын заңа.